Алдыстар кеттік. Мама мында арзан. Бағалары кішкене арзандау екен, иә? Район, мен сенімен келісемін. Енді дамын көріп бірге. Бағалы. Раяна уже дүкеннің бағаларын біледі екен. Бұл не? Бұл сок, иә? Упаковкасы қысқа екен, иә? Так, көрші айтырғай. Мынандайды сен қызықпайсың, Раяна. Ну, мынадайға қызығу мүмкін. Мерси 2199 теңге. Қысымдалар қызықпай. Палата күшті берге. И бағасы не бары 549 теңге. Шумная папайя. Бұл осындай. Мынаны маршмеллоу ғой. Телефон маршмеллоу? О, вот это. Я же сказала. Ага. Бірінші зат алып қой, Раяна. Кофеға салат. Кофеға сала ма? Бұл не, Раяна? Ничего. Так, Раяна осындай мармелад алады, иә? Там қойын. И фрутелла осындай жұмсақ, или осындай қатысын аласың ба? Микс. Террикота. Ала ғой. И осындай чудо алады, Раяна. Чики-бум. Чики-бум. Шоколадная дрожь. Сколько? Ой, Раянаның шоколадтары Альпен Гольд и Орео, иә? Қайсын аласың? И Раяна не алып отыр? Шоколадные палочки, да? Осы тоқталым келеді, иә, Раяна? Вот специальный дырка тут. Чипс. Икра бар, со сметаной. Крабовый, да? Да. Раяна заттары. Обзор жасаймыз. Обзор, дегустация. Я? Дай маечку. Достаем. Быстро.
прайстан шыққаны бізде қанша районы 3210 теңге. Так, зефир, воздушный мармелад, конфеты вафельный, шоколадный. Так, енді района обзор жасай ғой. Шоколадные палочки. Шоколадные палочки. Вот мой кофе салат. Кофе салат на хлебе. Это его. Так, у нас фунчоза с грибами на шейтаке под китайским традиционным соусом. Вот так. Чудо, чудо, чудо. Чудо. Угу. Вафельные трубочки. Да, вы мармеладки или жвачки? Жевательный мармелад. Мне разных фунчоза наши. Угу. Купила жемсак. Чики-бум, шоколадные дрожжи. Сникерс. Сникерс бас өте күлкілі яна 90 теңгені. И Рен любимый Ой, шоколад. Так, мынаны аштық. Қараңдар достар. Районның подписчиктері қараңдар. Мына соустары обязательно районы. Бұл фунчозасын. Фунчозасын осында салып кипяток құясыз деді. Осында құямыз деді кипятокты. Так, интересно, интересно, интересно. Тайский устричный соус, устричный соус. Районда наши болса, сарманамаса мен жеймін. Так, көтек кішкене район. Уже заманила. Дробленый жареный арахис. Кипяток. Кипяток. Все. Фунчоза бізде дайын. Ал, баста. Бұл енді мармеладный жвачки вроде бы. Так. И надо удобно баночки, да? О боже. Ну қалай. 8 сделано. 10-8. В целом мне жұмсақ. Жоқ. Басқа фрукталар сияқты қатты емес қой. Қаттылау екен, иә? Слишком я не могу выпустить. Ну, дұрыс шайнамайды екен. Ауызда қап-қатты болып көпке дейін ауызда тұрады екен. Енді 3-те 10. 3-те 10? 10-да 3 па? Так, радуга. Бұлар біреуі 250 теңге тұрады. Дүкендерде, иә? А фикс прайста 160 теңге. Қалай дәмі? Ну, обычно кислый ғой, иә, дәм? 10/10. 10/10.
Ну-ка, дай попробую. Посмен, я? Күшті. Как будто без вкуса. Безвкусно. Не очень, да? Бағасы қанша? Ой, баға бересің ба? 7 дирхам. Обычно лимонадтың дәмі, иә? Енді белый. Чудо. Керемет дәмі, иә? Мягкий. Воздушный, жұмсақ, іші нежный, сондай шоколадтар. Вкусно прям. Бағасы тоғызында. Мен қанша райына онда 10 беріп болады? Орео. Аяғы толықта жатыр. 100-да. 100 бердің ба? 100 деп па? Ну, все понятно. Такой же Орео ма? Дәл сондай Орео ма? Районның достары. Альпин Гольдтың Орео деген күшті екен. Помимо сникерса вообще күшті. Но чудо тоже күшті. Так что бағасы арзандау, 8% алуға болады. Енді районнан көрші. Это как M&M's. Как M&M's бұның бағасы қанша еді? Невкусно. Невкусный? G деген күшті екен, краб. Дальневосточный деген. Дәмі күшті. Енді Чипсы 112 теңге тұрады екен. Шоколадные палочки. Шоколадный натуральный ма жоқ екен, көрейік. Это нутелла. Нутелла? Нутелла ма, да? Yeah. Шоколад? Сейчас натурал шоколадные палочки. Ну-ка, шоколадные палочки. Это нутелла. Көрейік. Дәмі. Прям нутелла ма? Достар, Раян айтады мынау. Нутелла дәмі ұқсайды, бірақ бұл нутелла емес әрине. Бұл басқа нутелланың бір түрісі шоколад. Ну, дәмі жақсы екен. Раян қандай баға береді? Оннан? Оннан жақсы екен, е? Бұның бағасы 324 теңге. Енді Раяна маршмеллоу көреді. Вот так тебе. Как всегда, Раяна бірдеңе ойластырып жатыр өзі. Раянаға барлығын ұнаған не Раяна? Раяна, біз
ұмытып кеттік қой, бізде фунчоза бар ғой. Фунчоза дайын болды. Қазір оның дәмін көресің. Давай мен көремін дәмін. Вкусно? Ну так себе, то сегізден. Достар, Раянаға ұнамаған себебі біз суын төкпей и алдын ала дәмдеуіштерді қосып тастадық. Сол себепті Раянаға ұнаған жоқ. Раяна ханым. Дәмді ма? Дәмді дейді. Ал достар, Раянаның видеосы сіздерге ұнаса, лайк, подписка басып, каналға тіркеліңіздер. Пока-пока.